Директорға кірдім. Қолымда арызым бар жазбаған. Директордың кабинетінде Серке ағай отыр екен. Серке ағайды сахнада көріп жүретінмін. Ол кісі маған өте ұнаушы. Сосын ал енді мына баланы көрдіп, Серке ағайды қосып, мені директор солай нұсқады. Осылай 1932 жылы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының құрамына қабылданған Сәбира Майқанованың алғашқы ұстазы Серке Қожамқұлов еді. Актрисаның тұңғыш рөлі Бейімбет Майлиннің Майдан пьесасындағы Алтын аятта комсомол қыздың образы. Өзі бір естелігінде: мен толқып, жүрексініп ойнап шықтым. Серке ағайымның қуанғанына қарағанда рөлім жаман шықпаған сияқты. Бұл ұстаз үшін де, шәкірт үшін де оңынан туған күн болды. Серке ағай маңдайымнан сүйіп, арқамнан қақты деп жазған. Осылайша Сәбира Майқанованың сахнадағы ғұмыры басталып, өмірінің соңына дейін театрдан қол үзген жоқ. Құдайдың берген таланттарға олар, самородықтар, енді олар Станиславскийдің системасын оқымаса да, соншалықты дәлдікпенен, соншалықты шындықпенен сахнаға өмір алып келді сол кісілердің барлығы. Соның біреуі сол Сәбира апа. Сөз саптасы, сөздің астарлы сөз айту, содан кейін халыққа, көрерменнің көкейіне жеткізу, мынау трагикалық бір қайғылы ноталарда сөзінің арасында сөзінің қайғылы түрі керемет болатын. Халыққа жеткізуінде. Ұлттық және әлемдік драматургия туындыларында Роза, Зотова, Рая, Гүлжамила, Кесария, Тхань, Әлжан, Зейнеп, Мақпал, Көкілән, Мөржан, Толғанай сынды әйел аналар образдары арқылы сахна суреткері ретінде танылды. Актриса қызуғандылығымен, қарапайымдылығымен, дауыс бояуының қанықтығымен ерекшеленетін. Балапаным-ау, маған оңай болып жүр ғой дейміздің. 12-де бір күнің ашылмай, өмірдің күз әзирасында да бір сайрандауға бір шау болмай кеттім ғой. Толғанайдың әр сөзі адамның жанын тебірентті, көрермендердің көңілін босатты. Оларды сондай көңіл күйге жетуіне не себеп болды деген кезде бұған шынайы ойын себеп болды. Яғни Сәбира Майқанованың ойынында бұл зерттеушілердің пайымдауы бойынша эпикалық актерлық ойында, эпикалық актерлық мектеп деп айтсақ болады да, сол басым болды да Сәбира Майқанованың Толғанай деген кезде кең жаңағы эпикалық сарындағы бірден толғанып кете беретін тоқтаусыз импровизаторлық ойынды көрдік. Ал психологиялық ойын мектебінде ол әр сөзді ойға құрып, қимыл қозғалыстарының барлығы да себеп салдары дәлелденіп отырды да. Ал Сәбира Майқановада бұл төгіліп жатты да. 2011-15 жылдар аралығында Алматы қалалық мемлекеттік архивіне КСРО халық әртісі, сахна шебері Сәбира Майқанованың құжаттары мен жеке заттары тапсырылған. Олар қазір мына 373 қорда сақтаулы. Құжаттар саны 150 сақтау бірлігі. Биыл КСРО халық әртісі Сәбира Майқанованың дүниеге келгеніне 105 жыл. Жыл бойы туған жермен өмірі өткен Алматы қаласында түрлі шаралар ұйымдастырылады. Қалалық архив қорына ұрпақтары біраз құжаттар мен фотосуреттер, жеке заттарын тапсырған. Сәбира Майқанованың еңбек қызыл ту ордені 59 жылы алған екен. Архивімізде біздің қоймада өзінің қолмен жазылған өмір баяны сақтаулы. Бұл біздің архив үшін ең құнды құжат. Сондай-ақ Сәбира Майқанованың өзінің сценарийларына дайындалғанда өзі үшін жазып алған қолжазбалары, қолжазба қойын дәптерлері бар. 1954 жылдан бастап Құйма, Махаббат дастаны, Қыз бен жігіт, Біз осында тұрамыз, Қыз жібек сынды фильмдерге түскен өнер иесіне жазушы Дулат Исабеков арнайы мұрагерлер драмасын жазды. Театр мен кинода кейіпкері болып өмір сүріп, сол бейнені көрерменнің көкейіне жеткізгенше тыным таппайтын сахна саңлағының шеберлігі үлкен бір мектеп еді. Отбасында да перзенттеріне бойындағы бар жақсы қасиетін қалдыруға тырысып, үлгі бола білді. Өте мамамды бәрі жақсы көретін. Мамамның тазалығы, білмеймін, принциптары. Бір рет маған айтқан, сонда шешесі қайтқанда өзі 7-де болатын. Шешем айтқан, өтірікті айтпа, ұрлықты семе, әйелдің жаман жолына түспе. Сол 3 нәрсені мамам
өмірден бәрін өтті сол принциппен. 1936 және 1958 жылдары Мәскеу қаласында өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысқан актрисаның театр саласына сіңірген еңбегі тарих беттеріне алтын әріппен жазылып қалды.